құтты болсын. Сіздермен бірге біз Нұргүл Саясатқызы және Рау. Енді біз Түркияға өзіңізбен нені алып кетесіз? Осы жайлы видео болып түсіретін боламыз. Кеттік, бастаймыз. Ең алғаш сіздер нені аласыздар? Міне Қазақстан шоколадты аламыз. Мынадай әдемі түрлерін тауып алады. Домбыраны сувенир ретінде подарок бере аласыздар. Ақбас қара болмайды. Опа, классика. Алматы тұрмыз. Алматы ең алғашқы махаббаты. Мына екі шоколадтың біріншісі сырт әдемі болғанымен іші енді онша емес, лучше осындай қылып пластикамен шетел азаматтарына сыйлауға ең күшті сыйлықтарын береді. Сіздер бес бармақ жейтін болсаңыздар, ол жақта жайма таппайсыздар, из-за этого жайманы алып тұрмағанмын. Даже мынау аздық етеді. Енді біздің қазақтар вечно шай ішеді ғой, шай қор, из-за этого не аламыз шай аламыз. Менің выборым мынау. Менің таңдауым Каспий деп. Дәмі деген күшті. Печенье? Ода, альбенимен өлкерден басқа жоқ қой? Мында жоқ қой? Сухари, да? Фантазия деген мысалы. Енді сіздер енді квартирада тұратын болсаңыздар, не аласыздар? Тушенка. Себебі тушенка мына қараңыздар жылқының. Тушенка сол өте сапалы. Екіншісі гуляш. Бұл гуляшқа томат қоспайсыздар. Барамыз, қайда барамыз? Қайда? Премиум классқа. Егер сіз өзіңізбен бірге тәтті жақсы көретін болсаңыз, міндетті түрде осы сгущенкаларды алып кету керексіз. Және де Кадринский. Ең басты қазақстанский экспорт болып, түріктерге осындай шұбатты, қымызды, құртты егізі болады. И походу өзіңіздеріңіздің. Мынау когда выставкалар болған кезде сіз міндетті түрде біздің ұлттық тағамдарды көрсету арқылы өзіміздің мәдениетімізді дамытасыз. Мына жерде құрт бар, міне ірімшіктер бар, өте керемет. Студенттердің ең, қазақтардың ең қатты тамағы, күшті жейтін тамағы. Студенттердің ең жақсы жейтін тамағы осы қазақстанский доширактар. Ана жақта дәл осындай бар, бірақ та олардікі андай не болмайды, жақсы болмайды. Ол үшін де осындай көбірек қылып алып кеткен дұрысырақ. Ғой, мынау күшті, мынау бренд. Бағасы арзан болса да сапалы күшті. Егер де сізде Қазақстанда жақсы көретін бір компьютер болса, онда компьютерді Түркияға алып кетіңіздер. Ол жақта вообще басқа, сіз жақсы көретін компьютер болмайды. Сізден алып кеткеніңіз дұрыс. Өкінішке орай сувенир табылмадық. Сондықтан сувенир аламыз. Да, тентек болсаңдар.